Қайырлы кеш, достар. Бүгін сізбен және мен, Сальвия Нұрбергенова, Travelling компаниясының амбассадорымын. Бүгін біз сіздермен бірге компанияның керемет travel сайтына саяхат жасайтын боламыз. Сол travel сайтты қалай қолдану жайлы бүгінгі кешіміз соған арналған. Қазір біз демонстрацияны қосып, travel сайтты үйренеміз. Негізінде осы жерде міне Бақытгүл Бақытжанова, басқа да біздің әріптестеріміз отыр. Біздің travel сайт өте керемет. Негізінде менің ең сүйікті сайттарымның бірі. Міне бізде travel сайттың екі travel сайт бар. Соның бірі міне сайт путешествий новый дейді, жаңасы, және ескі travel сайт. Екеуі де екі түрлі жұмыс жасайды. Екеуінің атауы бір болғанымен, екеуі екі компанияның бізге беріп жатырған өнімі. Бірінші біз сол ескі travel сайттан бастайық. Күнде бір сайтты ғана өтетін боламыз, себебі сабақтарымыз қысқа да нұсқа болады. Сізге осы түсіріп жатқан материалды өзіңіз қажет деген адамға көрсетіп, осыны қалай қолдану керек, соны үйренуге өте жақсы құрал болады. Мысалы, міне қазіргі таңда үйреншікті қай жерді қараймыз? Жарайды, Дубай болсын, ең бізге жеңілі Дубай. Июль айына мысалы 20 мен 27 аралығы дейік. Сосын мына жерде міне датасын таңдадық. Мына елді таңдағанда, жазғанда міндетті түрде мына астындағы жазудың ішінен шығу керек, шығуға тиіс. Міне Дубай әмірлігін таңдадық, белгіледік, 20 мен 27 июль аралығы, шілде арасында 2 ересек. Және бізде осы ескі travel сайт бір қолданғанда 4 номерға дейін қолдануға, бронь жасауға береді мүмкіншілік. Міне бірінші номерімізда мысалы бізде 3 ересек. Екінші номерімізда негізінде біз группамен, қыздармен қыдырғанда көбінесе осылай қолданамыз. 2 адамнан емес, 3 адамнан. Мысалы да 3-ші адамға қосымша кровать беріледі. Мен сіздерге айтарым, және де бір мемлекеттерде 3 адам емес, 6 адамдық номерларда кездеседі. Ол Түркияда кездеседі, мен білетін, және Мекке, Медина қалаларында да сондай көп адам жайғасуға болатындай мүмкіншілік беретін бөлмелер бар. Ал мына Дубай әмірлігінде көбінесе ол енді 3-4 адамға дейін. Қазіргі таңда міне біз 12 ересекке 4 бөлме броньдап көрейік. Таңдау жасадық. Енді мына көк кнопка search деген іздеу. Сосын міндетті түрде travel сайтты қолданғанда елдің атауын немесе қонақ үйдің атауын ағылшынша жазамыз. Себебі орыс тілінде жазатын болсаңыз, ол автоматты түрде Google оны аударғанда дұрыс аудармаса, онда сіз ол қаланы неден шықпайды. Сондықтан әрқашанда ағылшын тілінде жазыңыз. Оның қалай жазылатынын білмесеңіз, Google переводчикқа кіріп көріп алыңыз. Ол өте маңызды. Себебі дұрыс жазылбасаңыз, ол шықпайды. Міне мысалы, осының бірінші бетін ашқанда бізге әрқашан осы күндерге қай отель ең жоғарғы мөлшерде жеңілдік беріп жатыр, соны білдіреді. Қазіргі таңда мына Центара Мираж деген пляжный отель, сол 86%-ға дейін жеңілдік беріп жатыр екен. Міне. Кейінгі, енді төмендей береді, келесі жаңағы 86% болса, біз айтамыз ғой, презентация бергенде 70%-ға дейін, бір орташа айтамыз. Осының 98%-ға дейін скидка, осындай жеңілдік беріп жатқанын өз көзіммен көрген болатынмын. Ал біз енді орташа есеппен 70%-ға дейін жеңілдік береді деп айтып отырмыз. Міне, G5 Римал деген апартаменттер, отель виде апартаментов 76% скидка беріп жатыр, 4 жұлдызды отель. Міне, Desert Palm 5 жұлдызды отель 75% скидка беріп жатыр. Міне, Mirabella Resort
Қане, осылай скидкалар енді төмендей бастайды. Міне, MD Hotel деген жақсы тоже сеть 71% жеңілдік беріп жатыр екен. Міне, Marriottың өзі 70% жеңілдік беріп жатыр осы даталарға. Міне, Hyatt бар. Және қараңыз, осы жерде біздің фильтрлар бар. Міне, біріншісі Best Detail дегеніміз, ол бізде мынаны аударсақ та болады негізінде. Lowest price, ол ең төменгі баға. Highest price, демек ең жоғарғы баға, иә? Мына highest quality деген ең жоғарғы рейтинг. Дистанциямен де таңдауға болады. Сондықтан міне бізде енді қазір біз Deals'ты қарадық, енді lowest price ең төменгі бағамен қарайтын болсақ, соған таңдау жасайтын болсақ, бізге енді қандай қонақ үйлер шығады. Міне, енді бізде міне Collection Phoenix деген отель 164. Небәрі $164. 3 жұлдызды отель. Дейра деген мекен жайында орналасқан район, Дубайда. Міне, Палетте Сан-Марино дейді. Дубай Сити Центр дейді. Міне, жаман емес. Golden Sands отель. Міне, 305-ке де табуға болады. Мысалы, бізге $320, иә? Мысалы, мына отельді алып көрейік қазір. Міне 3 жұлдызды біз өте мынандай не деді? Эконом вариантпен барғымыз келді. Мысалы, Дубайға, иә, осы бөлмені таңдадық. Бұл 3 адамға таңдау жасадық. Біз міне бізге стандарт бөлме беріпті. Қараңыз, стандарт бөлме 3 адамға, иә, 3 орындық бөлме. Стандарт рум дейді. Және $144 бізде шығып тұрып, бірақ мына жерде қарасаңыз, бұның таңғы асы жоқ. Қараңыз, бұл жерде room only деп жазылған, иә? Accommodation only, значит, бұл жерде несі таңғы асы жоқ. Міне, келесі бағада да таңғы ас жоқ, төмендетіп, таңғы аспен қажет болса, таңғы аспен іздейміз. Міне, бірінші, екінші вариантта бізде таңғы ас жоқ екен. Міне, мына жерде стандарт triple room, triple деген ол 3 адамдық полноценный 3 бөлме несі кровати бар бөлмелер, иә? Мына жерде $170 сондай номер шығып тұр. More rates деген мына жерде қараңыз, 2 кнопка бар, иә? Көк және ақ. Ақты басатын болсаңыз, осы жерде сізге таңғы асты көруге болады. Бұл жерде де бізде таңғы ас жоқ екен, $170. Так. Так, 170-те жоқ. Енді мынаусын көрейік. Морейт қайда бар екен бізде тағы да? Бұл отельде негізінде бұл таңғы ас бермейді деймін. Тек қана бір отельдерде орнына барып, отельден сатып алуға болады. Онда басқаны көрейік, себебі бізге ең жоқ дегенде таңғы ас керек болады, иә? Міне, бұларда 3 адамдық family room дейді. Так, $201 шығып тұр. Міне, deluxe triple дейді. $238. Міне, мына номерлар енді кішкене маған ұнап тұр. Осыны таңдаймын. Deluxe 3 адамдық орын. Жоқ, бұл бізге неге шығып кетті ол? Оформлениеға шығып кетті, иә? Букнау неге шығып тұр екен ғой? Так, Морейт бермей тұр ғой. Міне мына жерде бар екен Морейт. Таңғы ас іздейік. Міне, мынау $355 шығып тұр бізде. Ол таңғы аспен. Міне көрдіңіз, иә? $355 шығып тұр. Және таңғы аспен Букнауды басайық. Осы 4 бөлмені таңғы асмен таңдадық. Енді міне, біздің толық 4-7 түнге 12 адамға
отельдің бағасы $1651. Бұл жерде міне tax free дейді, included. Бұл жерде налогтары ішінде төленген. Көп отельдер Дубайда, әсіресе мына 5 жұлдызды отельдер, 4 жұлдызды отельдер сол өздері отельде налогын алады. Бұл жерде налог төлеулі екен. 4 номердің налогы төленген. Барлық баға $1651, 12 ересек адамға, яғни әрбір адамға $120 шығып тұр. $120 енді 60 мың теңге, 60 мың теңгеге 7 түн. Міне, әрі қарай броньды жалғастыру үшін сізге не қажет? Бұл жерде сіздің, мысалы, бұл менің кабинетім, сондықтан менің толық барлық данныйларым толтырылған. Толтыратын кезде тек қана міне телефон номері жоқ, және міне штат, провинция дейді. Бізде штат жоқ, бірақ біз өзіміздің қаламызды осы жерге қайтара жазамыз. Міне мен, мысалы, Көкшетау деп жазам, Көкшетау, міне, мысалы, мен жерге мен номерімді жазатын боламын. 747-749-1652. Міне, осыны толтырдым. Ешқандай жерге бізге басқа қажет емес. Енді бұл travel сайт, білесіздер, travel сайтта біз әрқашан жеңілдікпен, бірақ қолма-қол ақшамен аламыз. Сондықтан мына жерге енді картаңызды төлемақы жасау үшін картаңыздың данныйларын енгізесіз. Міне, мынаны бассаңыз, міне, карта дейді, мастер, виза, міне, мысалы, виза карта. Жерде картаңыздың номерін, аты жөніңізді, айын, жылын, CV кодын бәрін жазып, сосын billing information дейді. Billing information бұл, егер де мына карта өзіңіздікі болса, онда өзіңіздің данныйларыңызды қайталайсыз мына жерде. Егер де карта бөлек басқа адамдікі болса, мысалы, ақша сол адамның картасында, сіз сонымен төлейтін болдыңыз. Ол кезде мына жерге сол адамның данныйларын жазасыз. Аты жөнін, email адресін, қаласын бәрін осы жерден толтырамыз. Соның бәрін толтырып болғаннан кейін, міне бізде бәрі стандарт рум дейді. Таңғы ас кіргені бәрінде жазулы тұр. Енді мына екі келісеміз деп осыған галочканы басқан кезде бізде міне your credit card бір change, book this hotel дейді. 1422. Жоқ, видите, бізде налогты алмай тұр. Налогты демек бізде отельге төлейтін боламыз. Тек қана 1422-ні алып тұр. Мына жерде бізге полный стоимостьтің хотя есептеп тұр, 1422. Міне тек қана осыны төлейміз. Және де мынаның астында көріп тұрсыздар, points дейді. 4266. Бұл біздің кэшбэгіміз. 3% біздің өзімізге қайтып келетін болады. Осы броньнан бізге 4266 travel loyalty point деп аталады. Кэшбэгіміз сол қайтады. Және, мысалы, егер сізде travel pointіңіз болса, мысалы, менде бар, мен сол travel pointімді, міне, бағаны қараңыз. Мына жерде мына баға шығып тұр. 1422 болып тұр, Егер мен өзімде, міне, 3479, менде өзімде loyalty poinттарым бар, алдыңғыдан пайдаланған, сатып алғандағы. Міне, енді соны беретін болсам, мен үшін баға өзгеруде. Міне, енді 1422 емес, мен $1387 төлеуге шығып тұрмаған. Қараңыз, төменге басқанда, ең төменде, мені көріп тұрсыз, $1387.21 шығып тұр. Егер де осыны басып, мен қазір кнопканы басатын болсам, менің картамнан ақша алынып, осы бронь маған жасалады. Және міндетті түрде артынша бір 2-3 минут, 5 минутқа дейін тоссаңыз, подтверждение брони сізге келеді, номер брони. Мен сіздерге қазір алдыңғы күні жасалған подтверждение брони қандай болады, соны көрсетіп өтейін. Подтверждение брони. Біз өткенде партнерімізға отель броньдадық. Міне, Ақжарқын Алкенова дейді, Новотель Абу-Даби.
әлемдік турға кетіп бара жатыр, бірақ әлемдік турдан 3 күн бөлек және Абу Дабида демаламыз деген соң, сол кісілерге июньнің 13 мен 15 аралығында отель броньдадық. Міне сол отель, мына жерде көріп тұрсыздар, иә? Номер брони, міне скрин жасап аласыз, номер брони. Міне мына жерде данныйлар жазылып тұрады. 2 ересек, 2 балаға, баланың жасы, бір бөлме, номер брони, міне 14, 104, 56 деген осы номер брони. Сізге де осындай подтверждение брони келетін болады. Енді бұл тек қана біздің отельдерді броньдауымыз. Бұл жерде тек қана отельдер емес, бізде мына жердегі не қарасаңыз 3 дөңгелек бар. Осы 3 дөңгелекті бассаңыз, міне бізде шығып тұр. Travel сайтта, ескі travel сайтта бізде аренда автомашины, activities, экскурсиялар, перелет және круиздар бар. Соның бір екеуін қазір қарап шығайық сіздермен бірге. Міне екіншісі міне аренда машины. Негізінде өткенде біз Дубайға келгенде біздің параллельный команданың партнерлары осы сайт арқылы машина алып арендаға 7 күн бойы сонымен жүріпті. Келесі біздің группа үлкен болғандықтан енді автобус айдай алмаймыз. Так, міне Дубай International аэропорт дейді. Мысалы, иә, терминал 3. Үшінші терминал. Датамыз жаңа біз июльдің 20-сы дедік, 20-сы мен кеткенше біз сол жерде так бар датасы және мына жерден 27 тұратын сол бір жұмаға өзімізге көлік жалдауға шешім қабылдадық. Енді іздеу саламыз. Міне біздің көліктердің, жалға беретін көліктердің бағасы шығып жатыр. Міне қараңыз, небәрі $65 шығып тұр. 5 адамдық, иә, мынадай экономичный, обычный легковой машина Mitsubishi. Мынандай ретро автомобиль мінгілеріңіз келсе, міне тоже 5 адам $65 құрайды. Бұл жерде және сізге қосымша салық төленеді. Міндетті түрде, мысалы, осы бірінші автокөлікті жалға алғымыз келді, және бұның төменгі жағын көріп тұрсыз, иә? 195 travel point дейді. Бізде кез келген осы сайтта алған отеліңіз бар ма, автопрокатыңыз, басқа услуганың бәрінен сізге кэшбэк түсіп отырады. Бұл жерде мына $65 өзіне 195 travel point түседі екен. Міне reservated'ті басамыз. Енді міне қараңыз, біздің бағамыз, иә, таксалары $70 екен, налогымыз, иә. И бүкіл арендамен қосып бізде $157 шығып тұр. Сол $157-дан бізге 195 travel point түседі. Міне бір неделяға, бір жұмаға автокөлік алу небәрі $150, $157. Және бұл жерде де өзіңіздің жаңағыдай алдыңғы броньлардан түскен, мысалы, отель броньдадыңыз, сізге travel point түсті, иә? Қазір менікіндей сізде travel point жатыр, жаңағы отельді алатын болсаңыз, 4000 travel point түсіп тұрма. Енді мынаны жақшаны жылжытып, travel point'ымызды беретін болсақ, бізде міне баға қараңыз. Төлемге тек қана $119 шығып тұр. Осылайша біреуінен түскен кэшбэкті келесіз таңдауда қолдана бересіз. Міне сізге 20 июль мен 27 аралығы 5 адамдық автомат отельді жаңағы таңдау жасағандай, тура сондай толтырасыз мына жерде де. Міне мына жерде мистер, миссис, допустим, сұрап жатыр, иә, бізге туған күніңді осыға неге бәрін, телефонды бәрін таңдап толтырасыз. Және де мына жерде төлемақы жасау үшін картаңыздың данныйларын толтырасыз. Осының бәрін толтырып болғаннан кейін
және де галочка қойсаңыз, міне сізге $96 төлеуге шығып тұр. Себебі жаңа қолдандық біз, travel point-ымызды қолдандық. Осылай біз автокөлік жалдауға мүмкіншілігіміз бар. Енді келесі қызметке өтейік. Келесі қызметіміз бұл жерде бізді activities дейді. Осы Дубайға келіп, біз енді өзімізге экскурсия немесе басқа зат іздейтін боламыз, 20 июльде келсек, бізге 21-не бізге экскурсия қажет. Міне іздейміз. Так, микрофонды сөндіріп қояйықшы. Так. Неге шығып кетті бұл бізде activities? Жаңағы бірінші таңдау жасағандай, бізде әрқашанда бірінші топ дейді, ең рейтингі жоғарғы экскурсиялар, сафари дейді. Сафари $72 шығып тұр, одан шошынбаңыз. Бізде әлде қайда, міне Дубай Марина дейді, завтрагымен небәрі $20. 1 сағаттан 3 сағатқа дейін созылады екен. Міне $81 да бар яхта, ол яхтаға, міне қараңыз, бұл жерде енді VIP яхта. Атлантис, аквапаркына, егер сіз кассадан билет алатын болсаңыз, ол сізге $100 билет сатылады. Бұл жерде $78 сіз алуға мүмкіншілігіңіз бар. Бурдж Халифаға да, допустим, билет алуға болады. Ол $45 құрайды. Музейге билет, көп нәрсеге осы жерден сондай алсаңыз болады. Егер де осы жерде ең төмен бағадан іздеу жасаймын десеңіз, онда сізге міне негізінде трансферді осы жерден де заказ беруге болады. Мен жерде сим картаға дейін алуға болады, Міне eSIM дейді, $3.38. Мына музей. Билеттер аласыз. Міне сафариларыңыз, бұл жерде енді бұл сафариларды ескертіп өтейін. Бұл сафариға мысалы $5.95 тұрады. Бұл жерде бірақ дұрыстап оқып алыңыз. Бұл жерге сіз өзіңіз отельден өзіңіз жетуіңіз керек, трансфер кірмейді. Сондықтан сондай опцияларын өкінішке орай осы activity сайты толығымен орыс тіліне аударылмайды. Сондықтан осы жерде таңдау жасайын десеңіз, экскурсия аламын немесе басқа трансфер жалдаймын десеңіз, онда жазылған тексттің бәрін переводчикқа салып, переводтап, сосын түсініп алыңыз, сонан кейін барып жасаңыз. Міне
Чарит аэропорт трансфер сервис Дубай деген сөз. Бұл жерде мынау баға бір адамға төленетін баға. $8.79. Бірнеше адамдар осылай үлкен автобус емес, осылай жалдап баруға да болады. Міне, трансфер $10. Бұл тоже адам басына төленеді. Бірақ енді сырттағы нарықтан әлде қайда арзан. Міне мысалы, круиз несімен, кешкі асыменен. Мысалы біз кеше келдік, біздің партнерларымыз осы круизді сол жердегі турагенттерден $11 алды. $40 алды, Мына жердегі бағасы міне қараңыз. $11.50 тұрады. Тоже міне кешкі асымен. Міне осының кез келгенін сіз, міне мысалы мына кешкі асты алғымыз келді, Круиз, кешкі Дубай Маринамен круиз жүреді. Міне осы жерде көрсетілген кеменің іші қандай болады. Мына жерде не кіреді ішіне, напитки, 2 сағат круиз, с ужином, мороженое кірмейді дейді, напиткалар кірмейді. И осы жерде не кіреді, не кірмейді бәрі жазылған. Міне, осының бәрін ақпаратты мұқият аударып оқып алыңыз. Міне осы жерде міне адамның саны, және мысалы неше адамға дейін біз ала алады екенбіз, осыны. Міне, видите, 15 адам дейді максимум. Сіз бір осындай кабинеттен 15 адамға дейін өзіңізге броньға жасай аласыз. Әр адам өзінің кабинетіне кіріп емес, сіз өзіңіз кіріп, міне 15 мысалы бізде 12 ересек бара жатырмыз, Міне 12 ересекке таңдадық. Ал енді бізге уақытын ұсынып тұр. Сағат 6 ма, жоқ, кешкі 8:30 ба деп. Демек, біз 8:30-ды таңдадық. Міне. Қараңыз, бүкіл экскурсияға 138, 12 адамға $138 төлейді. Шыны керек, сіздерге үйретіп отырып, келесі жолы Дубайға барғанда гидтардан емес, өзіміздің travel сайттан алатын болдық. Себебі бағасы қараңыз қандай арзан. Мына жерде отзывтары да бар. Отзывтарды міне 11 июнь 25 жыл, міне қараңыз, жақын кезеңде 11 июньде 2 күн бұрын отзыв қалдырған екен, міне. Оқып таныссаңыздар болады. Бұның бір қана несі, бұл жерде өте жақсы үнемдей аласыз. Тек қана сайт ағылшын тілінде болғаннан кейін сізге бұнымен бәрін мұқият переводчикқа салып танысып алуыңыз қажет. Міне солай таңдау жасай бересіз. Міне Book Now-ды басамыз. Міне бізде такс налогын қосқанда $157 тұр. Бұл жерде де көрдіңіз ба? Сатып алсаңыз, бұл жерден де travel point сізге 414 travel point сүйіндіп тұр, және де өзіңіздің travel point-ыңызды бұл жерде де қолдансаңыз болады. Міне 12 адамға 2 сағатқа 21 июль күні, жаңағыдай тура отельді алғандағыдай толтырып, ең соңында сізге төлемге, бұл жерде міне адамдарыңыздың атын жазып өтеді екенсіз. 12 адамға бронь жасасаңыз, демек әр адамның атын жазып өтесіз. Атын және фамилиясын. Соның бәрін толтырдық. Карточканың данныйларын жаздық. Мына жерге төлемақы жасау үшін. Міне галочкаға қойсақ, бізге Book Now $157 осы ужин на яхте алуға болады. Бұл біздің activity сайтымыз. Келесі сайтымыз бізде круиздар. Круиздарды көретін болайық.
Дубайды қарадық па, осы Дубайдан енді круизный лайнерға, так, міне Арабский Эмираты дейді. Так, мысалы, қай айға көрейік, е? Ноябрь айына көрейікші. 2 ересекке көретін боламыз. Бізге қандай ұсыныстар ұсынып жатыр? Міне, бізде міне MSC Rubia дейді. 29 мен 25 июнь ноябрь аралығында. С видом на океан дейді, с балконом $2800 дейді. Так, міне 2000-нің үстінде круиз. Круиздар білесіздер, Дубай, Абу-Даби, Катар, from Дубай дейді. Міне жерде маршруты, міне Дубай, Катар, Бахрейн, Абу-Даби, Сарбанияз и Дубай. Егер де біз қазір бұны жоқ, не включай пока. Так, давайте 4 адамға көрейік. Өзіме де қызық болып тұр. 4 адамға қалай болады екен? Так, Дубай. Төрт ересек, дата ноябрь. Қараңыз, 4 адамға алған бізге өте тиімді болып тұр, е? Балконымен өзімен $2832 құрап тұр. Таңдап көрейік. Бір каютада 4 адам болады. Жеті түн. Міне MSC Aerobia лайнер 22 жылдан, жаңа лайнер, 22 жылы марттан бері жүзуде. Кеме, міне кеменің бізге лайнердің суреті, ішкі құрылысы бәрі көрсетулі. Міне біздің маршрутымыз 29 ноябрь Дубайдан шығады. 30 Доха, 2 күн Дохада болады екен. Теңізде, сосын Абу-Даби, Сарбанияз аралы, Дубай және Дубай. 2 күн Дубайда тұрады екен. Осылай керемет отель жалдамай-ақ Дубайды 2 күн серуендеп, аз болса, және де travel сайттан өзіңізге тағы да 3-4 күнге отель жалдап, көрдіңіз жаңа, бағалар өте қолжетімді, алсаңыз болады. Міне, сіздің номеріңіз 4 адамдық. Так, $3461 болады екен. $3461 бізде білесіз, ол бүкіл тамағыңыз бәрі осының ішіне кіреді. Міне, бұл жерде таңдау жаса дейді. 8-ші палубадан, мысалы, номер каюталар таңдайсыз. Міне, мысалы, мен өзім 14-ші палубаны таңдар едім. Жоғары болған сайын өте керемет көрінісі де, бәрі де. О, люкс. Так. Міне номеріңіз бәрі. Осылай, міне бағасы шығып тұр, сізге. Осылай круизді де алуға болады. Сьюталар да бар. Міне, мысалы, сьютаның бағасы осындай үлкен, бұл как семейный номер жүреді. Әрқашан сьюта лайнерда ең қымбат номерлар ол сьюталар. Яхт клуб деген это премиум класс, ең жоғарғы. Бұл жерге бұл рестораны да бөлек, бәрі бөлек болады, как VIP клубына, VIP клуб мүшелеріне арналған. Осы біздің бүгінгі travel сайтқа саяхатымыз осылай.
Танвия ханым, сұрақ бола ма? Иә, әрине болады. Вот қараңыз, отельдерді броньдағанда по travel сайту оплатаны сразу ма или барғаннан кейін оплата жасауға мүмкіншілік бар ма? Біріншісі. Жоқ, біздің travel сайтта әрқашан сіз қай услугасында бронь жасағанда сол сәтте төлем жасайсыз, сол сәтте сізге подтверждение келеді. Жоқ, Сосын по жаңағы новому. Аха. Я просто по-старому, да, мы бронируем, видела так, сразу делаем. А по новому сайту, по-моему, я в нескольких местах видела, что можно по приезду на месте оплату делать. У вас пробовали, получалось, кто-нибудь делал, интересно? Нет, еще по новому travel сайту я покупала, но оплачивала сразу. У меня там не выходила функция оплатить на месте. У меня так же, как и на старом travel сайте, выходила оплата сразу. Сондықтан мен сол сәтте өткенде біз Японияда жүргенде таңдаған болатынбыз, осы жаңа travel сайтпен алған болатынбыз. Сол сәтте бронь жасаған сәтте төлемді жасадық. Мгм. И второй вопрос, вот, допустим, по travel сайту есть кто, вы сами пробовали по авиабилетам? Именно по Европе же они, да? Смотрите, авиабилет жайында мен өзім алып көрген жоқпын. Себебі Қазақстаннан мысалы вылет только Алматы қаласынан бар. Және де бұл жерде билеттердің бағасы маған ұнаған жоқ. Ал біздің американдық партнерларымыз, спонсорларымыз, олар қолданып жаттық дейді. Мен 10 рет билет алдым дейді Никитске. Соның 5-еуінде ма, 6-ауында ма мен практически жарты бағасын алдым дейді. То есть Олар еще неліктен, неліктен еще өзі travel сайттан кіріп алады. Себебі бұл жерде еще кэшбэк түседі ғой. 3%. Басқа жерден алса кэшбэк түспейді. Сондықтан егер біздің сайтта және өзге сайтта баға бірдей болып жатса, олар кіріп біздің travel сайттан алады. Себебі оған еще қосымша 3% өзіне кэшбэк болып қайтып келеді. Все понятно. Хорошо. То есть, допустим, если мы будем в Турции, например, из Стамбула, я могу в Европу дальше по нашему travel сайту по авиабилетам посмотреть. Да, можете. Все, рахмет. Енді бір жылдан енді асты ғой келгенімізге, оны да көреміз, билетті да алғанымыз. Только все изучаем, просто бар ма екен деп сұрап жатқаным ғой, есть ли случаи, когда брали наши? Нет, біздің адамдар Қазақстаннан әлі алған емес. Басқа шетелден алып жүр, бірақ Қазақстан әлі алған емес. Біздің Қазақстанда действительно дорогие билеты. Хорошо. Сұрақтарыңыз бар ма тағы бүгінгі travel сайт жайында? Сұрақтарыңыз болмаса, онда бүгінгі сабағымызды тамамдаймыз. Келесі сабақта біз өзіміздің жаңа travel сайтпен сіздерді таныстыратын боламыз. Сөйтіп осылайша күнде асықпастан, асығатын жер жоқ. Осылай сіздермен бірге ақырын сөйтіп бүкіл сайттарды меңгеруге үйренеміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет.